Біз қазақстандықтардың дербес деректері сатылымға шығарылды деген ақпараттың азаматтар арасында алаңдаушылық туғызғанын көріп отырмыз. Ішкі істер министрлігі аталған ақпаратты тексерді. Бүгінгі таңда егов порталына заңсыз кіру немесе қол жеткізу фактілері тіркелген жоқ. Сонымен қатар, мұндай хабарландырудың жариялану фактісі назардан тыс қалған жоқ. Қазіргі уақытта хабарландыруды орналастырған тұлғаны, ұсынылып отырған деректердің қайдан алынғанын, сондай-ақ оларды заңсыз алуға және таратуға қатысы бар барлық адамдарды анықтау бойынша қажетті шаралар қабылданып жатыр. Ішкі істер министрлігі өз құзыреті шегінде азаматтардың дербес деректерін қорғауға қатысты конституциялық кепілдікті іске асыруға барынша жауапкершілікпен қарайды. Конституцияның 21 бабында дербес деректерді заңсыз жинаудан, өңдеуден, сақтаудан және пайдаланудан, оның ішінде цифрлық технологияларды қолдану арқылы жүзеге асырылатын мұндай әрекеттерден қорғау кепілі тікелей көзделген. Барлық қатысы бар тұлғаларды анықтау үшін қажетті шаралардың барлығы қабылданады. Ешкім жауапкершіліктен жалтара алмайды. Бұл жұмыс Ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауында.